Айзеренің өмірі оңай болмады. Айзере отбасында жалғыз қыз болатын. Әкесі Айзере 3 жаста болған кезде қызметте жүріп қайтыс болып кеткен. Айзеренің әкесі өрт сөндіруші қызметін атқарды. Кезекті бір дабыл кезінде Айзеренің әкесі өзінің өмірін қатерге тігіп, адамды құтқарып қалды. Алайда әкесінің 80% денесін күйік шалып, жан сақтау бөлімінде қаза болды. Батыр болып өлгенімен Айзеренің анасына оңай болмады. Ол үй шаруашылығымен айналысып, жолдасы мен баласын күтіп отырған әйелден жалғыз басты анаға айналды. Екі жұмыста жасап, қызын жалғыз өзі аяққа тұрғызу үшін барын салды. Алайда көп ауыратын әйелге бұл оңай болмады. Айзеренің анасының денсаулығы жақсы емес еді. Айлап емханадан шықпай қалатын кездері көп болатын. Кірген жұмысынан да сол себепті шығып қала беретін болды, себебі басшылыққа жұмыс жасайтын адамдар қажет. Бір апта денсаулығына байланысты демалыс алғаннан соң, басшылық орынды босату туралы қолға салатын. Ақыры анасы өз еркімен орынды босатып, үйіне келген соң, бөлмесіне кіріп кетіп, еңіреп жылап отыратын. Ақша өмірі жетпейтін, кейде кешкі асқа тек нан ғана болатын. Сол нанды майға былғап жеп жата қалатын. Айзере сыныбында барлық оқушылардан төмен киінетін. Ал балалар болса, Айзеренің көңіліне қарамай мазақтап келемеждеп кететін. Тіпті қыз балаларда Айзеренің киіміне жиіркенішті түрде қарайтын. Айзере болса, сыныптастардың тарапынан жасалып жүрген келемежге еті үйреніп кеткен еді. Айзере 14 жасқа толғанда анасы да өмірден озды. Қызды өз қорғаншылығына нағашы әпкесі алған болатын. Анасының сіңілісі Айзереге бар мейірімін төге қоймады. Айзерені жалқау, ебеге дейсіз деп ұрса беретін. Нағашы әпкесінің өзі де үй шаруашылығына жоқ болатын. Уақыт өте келе кішкентай қыздың мойнына барлық үй шаруашылығын іліп тастады. Сонымен қатар дүкенге жұмсап өзіне шарапты алдыртатын. Дүкенде өзінің дос қызы тұратын, ол қарызға беріп кешке бірге ішуге келетін. Нағашы әпкесі ішімдік ішетін көрші әйелмен де дос болды. Дүкенде шарап таусылса көршісіне барып тұратын. Ай соңында нағашы әпкесі түскен жәрдемақымен қарыздарын жауып, сосын ішерге ас таппай отыратын. Ақша жетпеген сайын нағашы әпкесі үшін Айзереден алатын. Бар бойы Айзерені тұрмыстық жағдайы жақсы, бай кісіге тұрмысқа беру болатын. Дүкенде жасайтын құрбысының ұлы бар. Үлкен жігіт. Анасына дүкен ашып беріп, анасын дүкеншетіп тұрғызып қойып отыр. Сол жігітке Айзерені алып беруді армандап жүр. Сондағы бар бойы Айзеренің болашағы емес, өзі тегін тамақтанып, тегін шарапқа қарық боламын ба деген ой. Алайда Айзере мұндайға келісе қоймады. Әпкесі күнді айтқанмен Айзеренің тұрмысқа шығатын ойы жоқ. Бір күні тіпті әпкесінен ығыры шығып, мен сіздің қаржылық мәселеңізді шешу үшін тұрмысқа шықпаймын деп бетіне айтты. Есікті тарс жауып, үйден шығып кетті. Біраз уақыттан соң қайтып келіп, заттарын жинап, оған қоса ақша жинап жүрген қорапшасында салып алды. Айзере анасы қайтып әпкесінің үйіне өткелі бері аз-аздан өзі ақша жинап жүрген еді. Бұл ақша бір бөлмені жалға алуға жету керек. Айзере әкесіне берілген төс белгілерін, алғыс хаттарды өзімен ала кетті. Бұл заттар Айзере үшін ең қымбат заттар болатын. Әкесінің төс белгісін тіпті бой тұмардай көретін. Жинаған ақшасы тек бөлменің ақысын ғана жауып қоймай, алғашқы уақытқа тамақ алуға да жетті. Әпкесінен бір жолата кетіп, бөлме жалдап болып, енді Айзере алдағы өмірі туралы ойлана бастады. Үйінің жанындағы азық-түлік дүкенінде тегін газет таратылып еді, сол кезде Айзере де алған болатын. Газеттің ішінде бос жұмыс орындары да хабарланған екен. Хабарлама көп болғанымен, Айзеренің дипломы болмағандықтан көп хабарламаны сызып тастауына тура келді. Айзере еден жуушы қажет деген хабарламаға тоқталды. Мектепті кеше ғана бітірген, кәмелеттік жасқа да осы жыл ғана толған жас қызды еден жуушыдан басқа қай жер жұмысқа алсын деп ойлады Айзере. Осылайша ең болмағанда күнделікті ішіп жеуме және бөлме ақысына ақша табармын деп телефон нөмерін тере бастады. Қоңырау шалған компания Айзерені әңгімелесуге шақырды. Айзерені жұмысқа бірден алды. Келісім шартқа отырып, Айзере жұмысқа кірісіп кетті. Бұл компанияда жұмыстастардың бір-бірімен қарым-қатынасы онша болмағандықтан еден жуушылар ұзақ тұрақтамайтын. Еденнің жуылмағанына 3 болған екен.
Айзере жұмысқа кірісіп кетті. Бір кабинетке кіріп келді. Кірсе қатар-қатар тұрған үстелдер үстінде бір компьютерлер. Офис қызметкерлері қызу жұмыс жасап жатты. Айзере ешкімге назар аудармай еденді жууды бастап кетті. Мынау не деген сасыған иіс? Деп бір әдемі, бірақ түрі суық ашулы қыздың даусы естілді. Айзере бұндай сөзді күтпегендіктен шошып кетті. Артына қарады. Неменеге қарайсың? Не сезбейсің бе? Еден жуғыш құралың сасып тұрғанын. Барда дұрыстан тазалағыш құралдармен тазалап кел деп сұлуда суық қыз бұйыра сөйледі. Айзере шелегімен еден жуатын құралын алып есіктен шығып бара жатқанда, кіре берісте отырған екі жігіттің Айзереге тесіле қарағанын байқады. Қастарынан өтіп бастып, Айзеренің фигурасын, бет әлпетін сөз қылып отырғанын естіп қалды. Айзереде адам қызығарлықтай сұлу еді. Жаңағы Айзерені қуып жіберген қызға қарағанда сұлулығы асып түспесе де, Айзеренің түрінде жылулық пен нәзіктік болатын. Қасы қиылған, еріндері шиедей, көздері ботадай, шашы ұзын, үстіндегі киімі қанша ескі және бос болса да Айзеренің қылша белін жасыра алмады. Шелегімен еден жууға арналған құралын алып сыртқа шығып бара жатқанда, жігіттерге Айзере ертегідегі өгей анасының қыздарынан ұрыс естіген күлше қызды естеріне түсірді. Осы сезімдермен жігіттер өзара бөлісіп отырған еді. Айзерені қуып шыққан қыздың аты Марта болатын. Марта Айзере кабинеттен шығар шықпастан, оның үстіндегі киімін қасындағы қыздермен талқылып жатты. Айзеренің қаны басына шапты. Сол сәтте ол қолындағы заттарды мыналардың беттеріне лақтырып, бар ойындағыны айтып тайып тұрғысы келді. Алайда өзінің қазіргі қаржылық жағдайын есіне алып, өз-өзін ұстады. Ашуын басып, қолындағы еден жууға арналған шүберекті қайта-қайта жуып алып, кабинетке қайта барды. Ешкімнің сөзіне, күлгеніне мән бермей Айзере еденді жуып алды. Осылайша бірінші жұмыс күні де тәмамдалды. Алайда күнде-күнде жұмысқа келіп, осы кабинетті жуу Айзере үшін тозақпен бірдей еді. Марта Айзереге барлық ұжымды және басшыларды да қарсы қойды. Тек бір ғана жігіт Айзерені жақтап, соның сөзін сөйлейтін. Бұл жігіт ең бірінші кездескенде Айзерені күлше қызға ұқсатқан жігіт болатын. Бір күні Жанболат Айзерені жұмыстың жанына күтіп алды. Еден жуулар қызметкерлерден 1 сағат кеш шығатын. Сол себепті 1 сағат офистің жанында күтіп тұрып, Айзере шыққан бойда оны мейрамханаға шақырды. Айзере келісті. Екеуі жұмыс жақтағы мейрамханаға барып біраз отырды. Екеуі көп әңгіме айтып, күліп уақытты жақсы өткізді. Айзереге Жанболат ашық, салмақты, тәрбиелі жігіт сияқты болып көрінді. Алайда келесі жұмыс күні Айзере ұзын сонар ортаңғы бөлмені жуып келе жатқанда, Мартаның бір құрбысы алдынан шықты да, сен нағыз ақымақ екенсің ғой. Кіммен кездескеніңді білесің бе кеше кеште? Жанболат Мартаның жігіті. Олар жақында үйленбекші. Сонымен қатар жақында Мартаның лауазымы өседі, сол кезде саған есе қызық болғалы тұр. Келесі жұмыс күні де Айзерені тосын сый күтіп тұр еді. Марта отыратын кабинетке кіріп келсе, кедей қызды сипаттайтын өлеңді қосып қойып, Марта Айзеренің қасына келіп, барлығының көзінше үстіндегі кофтаны қай өлшемді киімдер дүкенінен алдың деп сұрады. Шынымен де Айзеренің үстіндегі киімдері өте ескі еді. Ұжым Мартаны қолдағандай болып мысқылдап күлді. Ал Жанболат болса, сол кештен кейін Айзерені кездесуге шақырған емес. Жұмыста байқаусызда кездесіп қалса, Жанболат көзін алып кетіп, өтірік көрмегендей болып өте шығатын. Жанболат Айзеренің бетіне қарай алмайтын еді. Себебі кеңседе Мартаның келемеждегенін қолдап күлгендердің арасында Жанболатты болады. Жанболаттың негізі Мартаға деген сезімі баяғыда суып кеткен болатын. Бірақ Мартаның жақында лауазымының біршама өсетінін естіп, одан қол үзгісі келмеді. Жанболат қандай бағамен болса да, жұмыста жақсы лауазымға ие болғысы келді. Құнына өзінің шынымен сүйіп қалған махаббатын ұмытып, ұнатпайтын адаммен көңіл қосу керек болса да, Жанболат келісіп тұр. Жанболат үшін мансап маңызды болатын. Жігітімен бір рет кездесуге барған еден жуушы қызды жұрттың көзінше масқара қылған Марта өзіне көңілі толықтай толып, үлкен бір іс тындырғандай болып, мәз болып жүрді. Соған тойып алған Марта бірнеше күн Айзереге тиіспеді. Ал Айзере болса, өмірдің ащы шындығына төзе алмай, кадр бөліміне келіп жұмыстан шығатын айтты.
Алайда жұмысқа қабылданған күні Айзере бақыттан басы айналып, тіпті келісім шартты толық оқымапты да. Ол жақта егер Айзере бір ай толық жұмыс жасамаса, жасаған күндеріне ақы төленбейді деп жазылғанын Айзере бүгін ғана білді. Яғни Айзере бүгін жұмыстан шығатын болса, жұмыс жасаған 15 күніне ақы төленбейтінін біліп, Айзеренің екі есе көңіл күйі түсіп кетті. Амалсыздан жұмысты жалғастыруға тура келді. Осылайша әрең дегенде бір ай өтті. Айлық алатындай күн жетті. Бұл күні кеңсеге бас директор келді. Бас директордан бәрі қорқатын, тек Мартадан басқа. Бас директор Мартаны ұнататын. Мартаның турашылдығын, қаталдығын, суықтығын, сезімге берілмей ақылмен шешім қасиеттері ұнайтын. Кеңсені аралап жүріп бас директор Марта отыратында кабинетке кіре кетуді жөн санады. Есікті ашқан бойда Марта жалт қарады. Бас директорды көріп, орнынан атып тұрып, амандасу үшін қарсы келе жатқан кезде, үстелдің шетінде тұрған стаканды қағып кетті. Ішінде жартылай ішілмеген кофе болатын. Еденге төгілді де қалды. Аяғымен стаканды итере салып, бетіне әдемі күлкісін шығарып, бастыққа келді. Амандасып, хал жағдай сұрасты. Еркін Жайлыбайұлы, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Көптен бері көрінбей кеттіңіз ғой. Сізді тіпті сағынып қалдық десек те болады. Деп Марта ернін шошайтты. Бұл қылығы ерсі көрінгенмен қысылатын Марта жоқ. Керісінше ала көзімен еденді сұртып жатқан Айзереге бір қарады. Негізі бізде іш пыспайды. Кадр бөлімі адам талғамай ала беретін болғандықтан бізде күніміз көңілді өтіп жатыр. Жаңадан жұмысқа алған еден жуушымызда салақ. Соның кесірінен малқорда отырғандаймыз деп бастығын қолтықтап өзінің жұмыс орнына алып кетті. Менің жұмыс үстелімді қараңызшы, шаңнан көрінбейді. Осындай жағдайда жұмыс жасауға тура келіп отыр. Компания басшысы Еркін Жайлыбайұлы қабағын ширата Айзереге бір қарады. Еркін Жайлыбайұлы қатты кәрі емес еді. Кезінде әскери қызметші болған. Ұзын бойлы, кең иықты басшыны сымбатты жігіттердің қатарына жатқызуға болатын еді. Марта өзінің басшылығының тазалықты жақсы көретінін білетін еді. Соны пайдаланып Айзерені айдап салды. Бар ойы Айзереден құтылу болатын. Еркін Жайлыбайұлы Айзереге қарап, кабинетке келіп кетші деді. Екеуі басшының кабинетіне барды. Басшы сөз кезегін бастады. Неге кеңсе шашылып жатыр? Неге сіз өз міндеттеріңізді дұрыстап орындамайсыз? Деді. Кеңсе жақсылап жиналып тұрған болатын, қай жерден балшық пен қоқыстың шыққанын білмеймін деп Айзере ақтала бастады. Түсінесіз бе? Бұл кеңседе мені көбісі ұнатпайды. Соның ішінде Марта, осының бәрін Марта әдейі ұйымдастырғанына сенімдімін. Сіз мені жұмыстан шығарып жіберсін деп жасады. Деп Айзере батылдана сөйледі. Түріңізге қарасам, дым жақсы қызсыз. Не себепті сізді кеңсе қызметкерлері ұнатпай жүр? Білмеймін. Жалпы сіз кім боласыз? Аты жөніңіз кім? Айзере толық аты жөнін айтты. Өте сирек кездесетін тегін естігенде басшы бір түрлі болып қалды. Ал сенің әкеңнің есімі кім? Айзере басын түсіріп, кейін бірден мақтанышпен басын тік көтеріп әкесінің атын айтты. Менің әкемнің есімі Тоқтар болатын. Бірақ ол қайтыс болған еді. Тоқта, сенің әкең өрт сөндіруші болып қызмет етіп, бір жас отбасының мүшелерін қорғаймын деп қаза тапты ма? Иә, дұрыс айтасыз. Сіз менің әкемді танисыз ба? Деп Айзере де қобалжып кетті. Иә, танимын. Сенің әкеңмен біз жақсы дос болғанбыз. Сол үй өртеніп жатқанда Тоқтардың қасында мен болғамын. Ол кезде ол өрттен бірінші мені шығармағанда Тоқтар аман болып, мен дүниелік болар едім. Айзере тіпті не айтарын білмей тұрған жерінде қозғалмастан қалды. Сонымен Марта кеңседе басшылық жасап, барлықтарына күн көрсетпей жүрма. Жақсы, ертең бұл мәселені шешеміз. Бүгінше жұмысыңды жасай бер. Ертеңнен бастап жаңа еден жуушы алсын деп айтамын. Батырдың қызының еден жуып жүргені бұл дұрыс болмас. Сенің әлі оқуың қажет. Айтпақшы анаң қайда? Сол кезде ауырып жүргенін айтқан Тоқтар қазір қалай жағдайы? Ол кісі де өмірден озды деп басын салбыратты Айзере. Көп болды ма? Иә, 14 жасымда қайтыс болды.
Сол кезден бастап жетім қалып, нағашы әпкем қорғаншылыққа алды. Алайда қазір әпкемнің үйінен де кетіп қалдым. Бір әжейдің бір бөлмесін жалға алып тұрып жатырмын. Еркін Жайлыбайұлы төмен қарап басын шайқады. Жарар, сен уайымдама, барлығын шешеміз, реттейміз. Содан бүгін басшының рұқсатымен бас есепші барлығына айлық аударды. Айзереге 2 есе көп берді. Айзере қуаныштан балбұл жайнап үйіне құстай ұшып келе жатты. Жолдан жан-жануарлардың азағын сататын дүкенге кіріп, мысығына бірнеше тағам алды. Сонымен қатар сол күні басшы Айзереден кейін кабинетіне Мартаны шақырып алып, ескерту жасады. Мартаны орнына қойды десе де болады. Енді Марта Айзереге ештеңе демейтін болады, оның киімдерін де мазақ қылмайды. Бірақ бүгінгі қолына тиген ақшамен Айзере өзіне жаңа киімдерді қиналмай сатып ала алады. Келесі жұмыс күн тіпті керемет болды. Кеңсеге кіріп келсе, еденді басқа бір егде жастағы әйел адам жуып жүр екен. Айзере аң-таң болып тұрып қалды. Бір кезде кадр бөлімінің басшысы келіп жаңа келісім шарт ұсынды. Келісім шартта Айзеренің лауазымы өзгергендігі жазылған екен. Ол еден жуушы емес, ол енді тұтынушылармен жұмыс жасайтын менеджер. Айзере қуанғаннан қолы дір-дір етіп шаққа қол қойды. Бір кезде Еркін Жайлыбайұлы Айзерені кабинетке шақырып алды. Айзере, мынаны ал, мынау менің екінші пәтерімнің кілті. Кезінде болашақ балаларыма деп алып қойып едім. Онымен әлі күнге дейін балам жоқ. Сол себепті сол пәтерде сен емін еркін тұра бер. Менің досымның қызы бөлме жалдап тұрғаны дұрыс болмас. Кешіріңіз, менің мысығым бар еді, пәтерге мысығымды ала барсам бола ма? Деп сұрады Айзере. Еркін Жайлыбайұлы тарқылдап күліп жіберді. Әрине болады, жануарлар саябағы қылсаңда өзің біл. Осылайша Айзере бөлмесін жалдап тұрған әжеймен қоштасып, мысығын алып жайлы кең 3 бөлмелі пәтерге көшіп алды. Келесі күні Айзере жұмысқа құстай ұшып келді. Айзереге жаңа жұмыс орны қатты ұнайтын. Еркін Жайлыбайұлы Айзерені жан-жақты қолдады. Өзінің қызындай қарады. Пәтердің ішін жаңа тұрмыстық техникамен, жиһазбен толтырып, сонымен қатар Айзерені толықтай киіндірді. Соңғы үлгідегі әдемі киімдер Айзерені одан сайын сұлу ете түсті. Еркін Жайлыбайұлы Айзереге компанияның барлық жұмысын үйретіп отырды. Айзерені өзі болмағанда орнына міндетін атқарушы етіп тастап кетуге дайындады. Қоймай жүріп Айзерені қаладағы университетке түсіріп, экономика мамандығы бойынша білім алуды басымдап кетті. Айзеренің кеңседегі лауазымының өзгергенін, киім кию үлгісінің де қатты өзгергенін көрген Жанболат Мартаға барып, араларындағы сезімнің баяғы өшкенін айтты. Ал Марта болса, қатты қинала қойған жоқ. Мартадан босаған Жанболат енді Айзеремен қарым-қатынасын дұрыстауға тырысты. Алайда Айзере Жанболатқа суық жауап берді. Тіпті кездесуге шақырғанда келесіде ешқашан шақырмауын сұрап, ешқашан бармайтынын келіп айтты. Айзере кезінде Жанболатты қалай ұнатқанына өзі де таң қалады. Дамдар кейде осындай арсыз болар ма еді. Осылайша Айзере өзі армандаған өмірін сүріп жатты. Бір жағынан басшысы, бір жағынан әкесіндей болған Еркін мырза Айзереге ештеңеден таршылық көрсетпей, бар жағдайын жасады. Бір күні Айзере жануарлар дүкеніне кіріп, мысығына азық алып жатқан кезде бір құты сөреден сырғанап кетті. Алайда бір жігіт оны жерге түсірмей қағып алды. Сізде қандай мысық? Шотланд тұқымдас. Менің де мысығым сондай. Жануарларды жақсы көретініңіз жақсы екен деп күлімсіреді жас жігіт. Жігіттің есімі Ерқанат болатын. Екеуінің әңгімесі жараса кетті. Жігіт ұзын бойлы, спорттық денелі, сымбатты болды. Мысықтардан басталған әңгіме өмірге деген көзқарасқа ұласты. Осылайша екеуі Айзере тұрып жатқан үйге де жетті. Айзереге Ерқанат ұнап қалды. Оның қалжыңдарын еске алып Айзере күні бойы күлімсіреп жүрді. Бұл екеуінің алғашқы кездесулері еді. Екеуі үйге келгенше сөйлесіп, одан кейін аулада отырып бірнеше сағат сөйлессе де бір-бірінен телефон нөмірлерін алмапты. Айзере түнімен дұрыс ұйықтай алмады. Ерқанатты ойлап, оның сөздерін, қалжыңдарын еске түсіріп дөңбекшіп ұйықтай алмады. Түнімен дұрыс ұйықтамаған Айзере көп уақыттан бері бірінші рет жұмысқа барғысы келмеді. Ол бірден жануарлардың азығын сататын дүкенге барғысы келді. Ерқанатпен кездесуді ойлады.
Алайда жұмыстың аты жұмыс деп үйден шығып келе жатса, алдында Ерқанат тұр. Айзере аң-таң болып орнында басталдақта тұрып қалды. Сені кездескеніме қуаныштымын. Кеше кеште сенің телефон нөміріңді алуға ұмытып кетіппін. Содан үйге барып мысығыма тамақ беріп айтып келдім. Күннің жылы болғаны жақсы болды, таза ауада, аулада ұйқы жақсы қанады екен. Деп күліп жіберді. Айзере де мәз болды. Қалай қуанып тұрғанын Ерқанатта сезген болар. Соңы, егер сізге әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып маған қолдап көрсетулеріңізді сұраймын. Келесі шыққан әңгімелерді жіберіп алмас үшін қоңырау белгісінде баса кетіңіз.